4x4 өлшемі күрделі өлшем. 4x4 өлшемінің дирижерлау схемасы 4 қол қимылымен орындалады. Төмен, солға, оңға және бастапқы нүктеге қайтып жоғары. Егер сол қолмен көрсетілсе, онда төмен, оңға, солға және жоғары. 4x4 өлшемінің бірінші және үшінші үлестері әлді. 4x4 өлшемінің дирижерлануы. Қолды жоғары қоямыз. Төмен қарай сермегенде бірінші үлес, солға екінші үлес, оңға үшінші үлес және жоғары төртінші үлес. 1, 2, 3, 4. Тағы бір рет. 1, 2, 3, 4. Сол қолмен көрсетейік. Сол қолмен керісінше. Бірінші үлес төмен, оңға қарай екінші үлес кетеді, солға қарай. Үшінші үлес және төртінші үлес жоғары. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дирижерлап жаттығып көрейік. Мынандай жаттығу айтамыз. Барлық ноталар төрттік. До 2 рет, до. Сосын ре, ми, фа. Тоқтаймыз, жартылық нота болады. Ми, ре 2 рет, до. Соңғы дыбыс жартылық. 2 қимылға созуымыз керек. Қолды дайындаймыз. До тыңдап аламыз жақсылап. Бірге бастаймыз. До, ре, ми, фа, ми, ре, до. Тағы бір рет менімен бірге. Өте жақсы. Енді сегіздіктермен айтып көрейік. Бір қимылға 2 дыбыс керек. До, ре, ми, фа, ми, ре, до. Яғни 2 сегіздік. До дыбысы. 2 сегіздік ре. До, ре, 2 ми, 4 фа, кәнеки, до, ре, ми, фа, ми, ре, до. Өте жақсы. 4x4 өлшеміндегі мысалды талдайық. Кілт басында фа диез таңбасы тұр. Және кілт басындағы таңбалар әр жолға жазылады. Соль дыбысымен аяқталып тұр, тональдығы соль мажор. Мысал 6 тактіден тұрады. Бірінші сөйлем, екінші сөйлем және үшінші сөйлемде екінші сөйлемді аяғында сәл өзгерістермен қайталайды. Ырғақтық қиындықтар жоқ. 4-тік ноталар, 8-тік ноталар және аяғында 4-тік пауза бар. 4x4 өлшемінде бір такт ұяда 4-4-тік нота немесе 4-4-тікке тең ұзақтықтар тұру керек. Бірінші тактіде 4-4-тік нота. Екінші тактіде екінші үлеске 2-8-дік бар. Үшінші тактіде 2-8-дік төртінші үлеске сай келген. Және төртінші тактіде 2-8-дік үшінші үлесте тұр. Бесінші тактімізде төртінші үлесте 2-8-дік, соңғы тактіде 3-4-тік нотамен 4-тік пауза. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды сольмизация айтып талдайық. Си дыбысынан басталады. Бірінші үлеске си,
және 4 нота жалғасады. Ля екінші үлеске, тағы бір ля үшінші үлеске, соль төртінші үлеске. Си, ля, соль. Екінші такт. Си, ля, си. Екінші үлеске 2 сегіздік кетті. Си, ля, соль. Үшінші такт. Ре, си, ля. Төртінші үлесте 2 сегіздік. Си, ля. Төртінші такт. Соль, фа, ми. 2 сегіздік үшінші үлесте болды. Соль, фа, ми. Әрі қарай 5-ші такт. Ре, си, ля. Соңғы такт оңай. Соль. 4-ші үлес пауза. Басынан аяғына дейін айтып шығайық. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Ре, си, ля, соль, фа, ми. Ре, си, ля, соль. Жарайсыздар. Егер қателескен болсаңыз, бірнеше рет қайталауға болады. Мысал айту алдында соль мажор тональдігінде тон алуымыз керек. Соль. Басты дыбыстарын айтайық. Соль, си, ре, соль. Енді төменгі ре, соль. Барлығымыз бірге. Соль, си, ре, соль. Ре, соль. Мысал, бірінші үлестен си дыбысынан басталады. Қолымызды дайындаймыз. Бірінші такты де 4-4-тік. Си, ля, соль. Және екінші такты де екінші үлеске 2 сегіздік бар. Бір қимылға 2 сегіздікті үлгеруіміз керек. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Бірінші жолын тағы бір рет бірге айтып көрейік. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Екі такт бойына демді жеткізуге тырысамыз. Екінші такт, екінші жолды араймыз. Ре дыбысынан басталады. Алдында біздер ре дыбысын айттық. Ре, си. Үлкен интервал сексті. Ре, си. Кәнеки бірге. Ре, си, ля, соль, фа, ми. Тағы бір рет. Ре, си, ля, соль, фа, ми. Үшінші жолы оңай. Алдында айтылған такт қайталанады және 3 соль. Бірге. Ре, си, ля, соль. Паузаны да көрсетіп жібереміз. Басынан аяғына дейін бір қайталап жіберейік. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Ре, си, ля, соль, фа, ми. Ре, си, ля, соль. Жарайсыздар.